Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ментай балығынан өте дәмді кляр жасайтын боламыз. Пайдалы рецептпен бөліскелі отырмын. Әрі дәмді, әрі пайдалы. Толық рецептімді видеоның соңына дейін көріп шығыңыздар, және де менімен бірге жасап көріңіздер. Подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Алдағы түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей мен ментай балығын супермаркеттен арнайы сатып алдым. Өте дәмді болады. Ментай балығын өзіңіздің арнайы супермаркеттен сатып алсаңыздар болады. Өте арзан, әрі қолжетімді бағада сатылады. Өте керемет, жасап көріңіздер. Дәл видеодағыдай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Арнайы таза, жуып тазалап алдым. Қабығы ашылған күйінде сатып алдым. Тек осылай қабығын, сыртқы несін, қанаттарын, құйрығын алып тастасаңыздар болды. Басқа көп жұмыс алмайды. Мінекей осылай барлығын турап алдым. Келесі 2 жұмыртқаны алып, жарып алып, шанышқының көмегімен араластырып, балығымыздың үстіне құямыз. Үстіне жұмыртқаны құйғаннан кейін балығымызды шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Келесі илегіштен өткізілген ұнымыздан бір жарым кеседей салып, үстіне шым-шымдай тұз салып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Келесі балығымызды бір-бірден ала отырып, ұнымызға салып, дәл видеодағыдай ұнымызбен аударып аламыз. Өте дәмді, жұмсақ болады ұнға салынған балықтарымыз. Әрі жұмыртқаға тұзы бәрі сінімді болып, жұмсақ болып пісетін болады. Мінекей толығымен ұнға салынып болды. Келесі табамызға май құйып, қыздырып аламыз. Қызған майымызға балығымызды ақырындап сала отырып, қуырып аламыз. Балығымыздың бір жағын қуырып, екінші жағында қуырып, қызарғанша әбден қуырып аламыз. Өте дәмді болады, қыздар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Керемет дәмді болып шығады. Екінші жағында да қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді болады. Есінен ақ білуге болады. Достарыңызға немесе жақындарыңызға жиі жасап тұрыңыздар. Өте керемет, дастарханда сәнін келтіріп тұрады. Және де бұл балықта, ментай балықта сүйек болмайды. Балаларыңызға да жиі жасап беріңіздер. Балаларыңыз сүйсіне отырып жейтін болады. Мінекей ыдысқа салып жатырмын. Майын сорғытып, бөлек ыдысқа салып аламыз осылай. Содан кейін дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей ментай балығымыз толығымен дайын, өте дәмді, және де түсі де әдемі, арасы көріп тұрғандарыңыздай піскен, керемет дәмді болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін менің видеома лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басып, поделиться батырмасымен достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айдана.